Бала тәрбиесінде әке-шешенің рөлі. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Балаларымыздың өміріне жақсы немесе жаман әсер ететін тәрбиешілердің көп екенін байқадық. Сол тәрбиешілердің ішінде ең әсерлісі әке-шеше. Яғни баланың тәлім-тәрбиесінде әке-шеше басты рөлді ойнайды деп айтуға болады. Әке-шешенің орнын ешкім баса алмайды. Әке-шеше басты рөлін тастап, ешқайда қаша алмайды. Қаша алмайды деп жатқан себебім, кейде әке-шеше қол ұстасып алып, бала тәрбиесіндегі жауапкершілігінен қашқысы келеді. Қашып бара жатып жауапкершілікті ата-әжеге, бала күтушіге, бала бақшадағы тәрбиешіге, немесе мектептегі мұғалімге лақтырғысы келеді. Айналамыздағы ата-аналардан мына мектеп неге дұрыс тәрбие бермейді, балама әдепті үйретпей мұғалім қайда жүр секілді шағымдарды жиі естиміз. Міне осылардың бәрі жауапкершіліктен қашудың бір белгісі деп айтуға болады. Әке-шешенің орнын ешкім баса алмайды. Әке-шеше өзінің басты рөлін тастап, ешқайда қаша алмайды. Негізінде мектептің және мектептегі мұғалімдердің басты жауапкершілігі баланың білімі екені баршамызға мәлім. Яғни мұғалім баланың тәрбиесіне тікелей жауапты емес. Тіпті мұғалімдер алатын жалақысын баланы тәрбиелегені үшін емес, балаға білім беріп, өз пәнін сапалы үйреткені үшін алады. Ал баланың тәрбиесіне тікелей жауапты баланың ата-анасы. Халық даналығында бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деген тамаша сөз бар. Дәл солай балаға білімді мектеп емес, үйдегі әке мен шеше беруі керек. Бала тәрбиесіндегі ең маңызды адам анасы, ал ең көп әсер ететін адам әкесі. Кейде әке-шеше қол ұстасып жауапкершіліктен бірге қашса, кейде әкесі жауапкершілікті әйелінің мойнына іле салып, өзі жалғыз қашып кетеді. Жалпы алғанда бала тәрбиесіндегі ең басты рөл әкенікі. Бірақ қоғамымызда көптен әкелер бұл жауапкершілікті, бірақ қоғамымызда көптеген әкелер бұл жауапкершілікті толық сезіне алмай жүргені қынжылтады. Көптеген әкелер балаларының материалдық қажеттілігін қамтамасыз етумен ғана шектеліп жатады. Яғни балаларын мектепке алып барып, алып келу, тамағын, киімін қамтамасыз ету секілді жауапкершіліктерді ғана сезінеді. Ал бала тәрбиесін толығымен әйелінің мойнына артып қойған. Осы орайда мүмкіндікті пайдалана отырып әкелерге өз жолдағым келеді. Асқар таудай әкелер. Егер ұлыңыз ержігіт, қызыңыз ибалы болсын десеңіз, бала тәрбиесіне тікелей араласыңыз. Бала тәрбиесі әйелдің міндеті деген жалған ойдан арылыңыз. Бала тәрбиесі бірінші кезекте әкенің міндеті. Балаларыңыздың болашағына, мінезі мен тәртібіне сіз жауаптысыз. Әйеліңіз өте тамаша жан болуы мүмкін, дегенмен ол әкенің орнын баса алмайды. Сіз беруіңіз керек тәрбиені бере алмайды. Баланың өмірінде әкенің орны ерекше. Сол орынның үңірейіп бос қалуына жол бермеңіз. Ұлыңыз бен қызыңызға сізден асқан батыр, сізден асқан үлгі жоқ. Сіз олар үшін жалғызсыз. Оларды үлгісіз қалдырмаңыз. Ұлыңыз өскенде жақсы отағасы болуды сізден үйренсе, қызыңыз болашақ жарын таңдауды сізді басты назарға алады. Олардың ертеңіне балта шаппаңыз. Отағасы ояныңыз. Қолыңыздағы телефон, алдыңыздағы теледидар өсіп кетпейді. Сіз қарамай қойды екен деп ренжіп қалмайды. Өзін бақытсыз сезінбейді. Олар сізсіз де өмір сүре алады. Ал балаларыңыз өсіп кетеді. Тіпті қалай өсіп кеткенін байқамайды қаласыз. Сіз оларға қарамасаңыз, ренжиді, жараланады, өздерін бақытсыз сезінеді. Сіз оларға керексіз. Маған сенбесеңіз барып өздерінен сұрап көріңіз. Асқар таудай әкелер. Балаларыңыздың жаныңызда жүріп, өздерін әкесіз сезінуге жол бермеңіздерші. Қазақта отағасы деген ұғым бар. Отағасы дегеніміз осы отаудың ағасы, осы отаудың басшысы, иесі деген мағынаны білдіреді.
Демек, әке отағасы болғандықтан сол отаудағы барлық нәрсеге тікелей жауапты. Яғни мен мынаған жауаптымын, мынаған жауапты емеспін дей алмайды. Себебін былай түсіндіруге тырысып көрейін. Мысалға, бір мектептің басшысын, директорын ойлап көріңізші. Сол кісі бүкіл мекеменің директоры бола тұра, мен бухгалтерияға жауап бермеймін, немесе кіреберістің тазалығына жауап бермеймін дей алады ма? Әрине жоқ. Егер ол мектептің басшысы болса, онда ол кіреберістің тазалығынан бастап оқушылардың сабағына, бухгалтерияға дейінгі барлық нәрсеге жауапты болып есептеледі. Демек, сөзбен ғана жауапты емеспін деуіміз бізді жауапкершіліктен босатпайды екен. Дәл сол секілді әкелердің де мен бала тәрбиесіне жауапты емеспін, бала тәрбиесі әйелдің міндеті деуі оны жауапкершіліктен құтқармайды. Осы дүниеде де ертең ақыретте Алланың алдында да бірінші кезекте әкесі жауапты болады. Сондықтан әкелер жауапкершіліктен қашқаннан гөрі жауапкершілігін сезініп, баласының тәрбиесін мойнына алуы керек. Сол кезде ғана қоғамымыз түзеледі. Қазіргі таңда еркектер ұсақталып бара жатыр деген сөзді жиі ести бастадық. Егер осы сөздің жаны бар болса, яғни шынымен де ерлеріміз ұсақталып бара жатқан болса, онда бұл да әкелердің тәрбиеге араласпауынан болып жатыр деуге болады. Себебі бала әкесін көрмесе, онымен бірге сапалы уақыт өткізбесе, онда ол ер жігіт болуды кімнен үйренеді? Өзіңіз ойлап қараңызшы, баланың тәрбиесіне араласып жүргендердің 90% әйел кісілер емес пе? Ұлдарымыз күні бойы анасының қасында, балабақшадағы тәрбиешілер де әйел кісілер, ал мектептегі мұғалімдердің шамамен 80% әйел мұғалімдер. Сонда біздің ұлдарымыз ер адамның тәрбиесін қайдан немесе кімнен алады? Иә, түсінемін, сіз әйеліңізге сенетін шығарсыз, жұбайыңыз өте жақсы адам болуы да мүмкін. Мәселе сіздің жұбайыңыздың жақсы немесе жаман болуында емес. Әйел кісі супер ана болуы мүмкін, бірақ ол ешқашан әкенің орнын толтыра алмайды. Әке беруі керек тәрбиені, энергияны бере алмайды. Әке қалыптастыруы керек мінезді қалыптастыра алмайды. Өйткені оның жаратылысы басқа. Алла оны ана болуға бейім қылып жаратқан, әке болуға бейімдемеген. Міне сондықтан да әкелер бала тәрбиесіне немқұрайлы қарамауы керек. Әке тақырыбын ақыры бастадық. Қоғамда қате қалыптасқан тағы бір пікір жайында өз ойымды айта кетейін. Бізде әке тек ұлдың тәрбиесіне араласу керек деген жансық ұғым бар. Қыз тәрбиесіне әкенің қатысы жоқ деп жатады. Жеке басым онымен келіспеймін. Себебі қыз бала үшін де әкенің орны зор. Нақтырақ айтар болсақ, әлемдегі ешбір адам қызды әкесі секілді шынайы жақсы көре алмайды. Сондықтан қыздарымызды осы бір шынайы махаббаттан мақрұм қылдырмауымыз керек. Қыздарымыздың болашақтағы отбасылық өмірі, таңдайтын жары, өмірде өзін бағалауы әкесімен қарым-қатынасына тікелей байланысты. Мысалы, пайғамбарымыздың өміріне көз жүгіртіп қарасақ, пайғамбарымыз өзінің қызы Фатима анамыз тәрбиесіне тікелей араласқанын байқаймыз. Екеуінің арасындағы махаббаттың шынайылығы сонша, пайғамбарымыздың қайтыс болатынын естіген кезде мұнайған Фатима анамыз оған алғаш болып өзі қауышатынын, яғни артынан іле-шала бұл фанимен қоштасып, ол дүниеге аттанатынын естіген кезде қуанып кеткен еді. Онда пайғамбарымыздың үмбеті ретінде біздер де қыздарымызға шынайы әке махаббатын сезіндіруіміз керек. Тіпті қазіргі кезде жиі айтылып жүрген ерте жүктілік секілді проблеманы да осы шынайы әке махаббаты арқылы шешуге болады деп ойлаймын. Себебі әке махаббаты қыздар үшін қажеттілік. Осы қажеттілігіне көңіл бөлінген кезде оның орны бос қуыс болып сезіліп тұрады. Яғни әкесінің жылуын сезінбеген кезде сол жылуды ерте жастан ересек жігіттерден іздей бастайды. Жылу аламын деп жүріп шоқ басады. Шынына келгенде, жеткіншек қыздардағы махаббат деп жүргені жыныстық ләззаттан гөрі жылу іздеу ізденісі деуге болады.
Қызын құшақтап мейіріммен сүйе алмаған әкелердің қыздарына жаным ашиды. Өйткені бұл өмірде ешбір еркек қызды әкесі құшақтағандай мейіріммен құшақтай алмайды. Әкеден кейінгі маңызды тәрбиеші анасы. Ананың балаға берері өте зор. Әсіресе өмірінің алғашқы жылдарында бала өмірге анасының терезесінен қарайды. Өмірді анасы арқылы таниды. Айналасындағыларға қатысты ойы анасы арқылы қалыптасады. Сондықтан 0-ден 4 жас аралығында ана мен баланың ажырамағаны жөн. Бала бақшаға беру, жұмысқа шығу секілді мәселелер осы жас аралығынан кейін қарастырылғаны дұрыс болады. Себебі бұл кезең баланың анасына бауыр басу кезеңі болып табылады. Ал анасы бауыр баса алмаған баланың балалық шағында әртүрлі қиындықтар, қорқыныш, сенімсіздік, үрей кездессе, өсе келе өмірден өз орнын таба алмау секілді мәселелер туындайды. Менен кеңес алуға келген аналар, сіз жұмыстағы бастығыңыздан гөрі балаңызға көбірек керексіз дегенді жиі айтып, жұмысқа шығуға асықпау керек екенін айтып келемін. Жұмыс қашпайды, ол балаңыздың 0-ден 4 жас аралығындағы маңызды кезеңді қайтарып ала алмайсыз. Өтеді де кетеді. 0-ден 4 жас аралығында ана мен баланың қарым-қатынасы сапалырақ болуы үшін жүктілікті жоспарлау өте маңызды. Мүмкіндік болса, балалар арасындағы жас айырмашылығы 3-5 жас болғаны абзал. Егер 3 жастан кіші болатын болса, үлкен баланың назардан тыс қалып қоюы қаупі басым. Баланың бауыр басуына кедергі болатын тағы бір мәселе ананың ішкі жан дүниесі. Егер анасы бүкіл проблемаларына шешім іздемей, ішінде жинай беретін болса, баласымен тығыз қарым-қатынас орнатуына кедергі келтіреді. Сондықтан әйел кісі әуелі өзін қолға алуы керек. Өзінің ішкі жан дүниесін тазалап, реніштерінен арылуы тиіс. Қысқаша айтқанда, ана әуелі өзі бақытты болуы керек. Бақытты ана ғана бақытты бала тәрбиелей алады. Өзі бақытсыз күй кешіп жүрген ана баласына бақыт сыйлай алмайды. Себебі адам өзінде жоқ нәрсені басқаға бере алмайды. Әрине, ананың жауапкершілігі тек осы бауыр басумен шектелмейді. Жалпы әйел адам өзі жаратылысы бойынша сезімтал болғандықтан балаға сезімдерді үйретуге жауапты. Яғни анасы мейірім, махаббаты мен баланың сезімге бай болуына үлес қосады. Анасы баласына сезімдерді сіңіре алуы үшін жұмсақ мінезді болуы керек. Егер қатаң болуға тырысатын болса, немесе жазалауды қолданатын болса, баласына әсер ете алмай қалады. Қазіргі таңда осы бір мәселе бойынша проблема жетерлік. Көп отбасыларда әке мен ананың функциясы ауысып кеткен секілді. Аналары қатаң, әкелері шектен тыс жұмсақ болып келетін отбасылар көбейіп бара жатқан секілді. Негізінде әке ережелерді бекітіп, отбасылық қағидаларды орнатушы болуы тиіс. Ал ана жұмсақ болып, әкенің тұрақтылығын балаларға мейіріммен түсіндіріп отыруы тиіс. Нақты мысал берер болсам, бала түннің ортасында балмұздақ жеймін деп шу шығарды делік. Сол кезде түн ортасында балмұздақ жеуге болмайтынын айтып, тұрақтылық таныту әкенің міндеті. Әрине, бала әкесінің шешімімен бірден келісе қоймайды. Айғай-шу шығарып, біраз өнер көрсетері анық. Бала қанша шу шығарса да, әке өзінің шешімінен бас тартпай, тұрақты бола білуі керек. Әкесіне сөзін өткізе алмай, қалауына қол жеткізе алмағаны үшін көңілі түсіп, әкем мені жақсы көрмейді деп бұртиып тұрған баланы анасы бауырына басып, мейірім махаббатымен жұбатуы тиіс. Әкесінің балмұздақ жеуге рұқсат бермегенімен оны қатты жақсы көретінін түсіндіруі керек. Міне сол кезде бала әкесінің қамалын аттап өте алмағаны мен әкесіне деген суықтық сезінбейтін болады. Түсінікті тілмен айтатын болсақ, әке жаман полиция болса, анасы жақсы полиция рөлін ойнауы керек. Әйтпесе екі жаман полицияның ортасында қалып қойған баланың жағдайы қандай болмақ? Ойымды жинақтап сөзімді қорытындылайтын болсам, бала үшін әке-шешенің орны ерекше. Үйде әке-шешеден жылу ала алмаған бала жылуды сырттан іздейді. Осылайша көбінесе жаман ниетті адамдарға кезігіп, опық жеп жатады. Балаларымыздың жарқын болашағы біздің қолымызда. Құрметті әке-шеше.
Тапсырма нөмірі 4. Әке-шеше ретінде өзіңізге талдау мақсатында балаңызға хат жазыңыз. Хатыңызда балаңызға айта алмай жүрген нәрселеріңізді айтыңыз, мойындаңыз. Хатты балаңызға бермеңіз, оқытпаңыз, тек өзіңіз үшін жазасыз. Тапсырма түсінікті болуы үшін және тапсырманы сапалы орындай алу үшін келесі беттегі әкенің өкініші атты мақаланы міндетті түрде оқып шығыңыз. Әкенің өкініші. Сақтап қойыңыз да өз балаңызға даусыңды көтергіңіз келген кезде қайта оқыңыз. Құлақ сал, ұлым, бұл сөздерді сен ұйықтап жатқанда айтып жатырмын. Сен кішкентай қолыңды жастанып қырыннан жатырсың, ал сапсары шаштардың терлеген маңдайында жабысып қалыпты. Мен өзім тыныш қана бөлмене жасырын кірдім. Бірнеше минут бұрын жұмыс бөлмемде газет оқып отырып, мені үлкен өкініш толқыны тербеді. Мен сенің төсегіне өз кінәмді толық сезініп келіп отырмын. Көңіл күйім болмаған кезде ашуымды сенен алғанымды ойлап қатты тебірендім. Сен мектепке бару үшін киіне бастаған кезінде, заттарыңды жинай бастағанда, әрқашан саған тағар мін таптым. Өз аяқ киіміңді тазаламапсың деп кінәрат іздедім. Киімдерінің біреуін еденге тастап кеттің деп дауыс көтердім. Айғайлағаным есімнен кетер емес. Таңғы аста да саған тиісетін нәрселер таптым. Шайынды төктің, тамақты дұрыс шайнамадың, маңдайыңды столға қойдың. Нанға майды өте баяу жақтың, тағы да басқалары. Кейін сен ойнауға бара жатқанда мен пойызға асығып бара жатыр едім. Сен бұрылып қолыңды бұлғап, әкешім сау болыңыз деп айғайладың. Мен болсам соған қабағымды шытып, жағанды түзе деп жауап бердім. Сонымен жұмыс күннің аяғында бәрі қайта басталды. Үйге келе жатып жерге тізерлеп отырып алып, шармен ойнап отырғанды байқадым. Сенің шұлықтарын жыртылып қалған екен. Сені алдыма салып алып, үйге әкелу арқылы жолдастарының алдында ұятқа қалдырдым. Шұлық бағалы еді, егер сен оны өз ақшана сатып алғанында, сен абай болар едің. Жұмыс бөлмемде отырып, газет оқып отырғанда бөлмеге келгенін есінде ме? Газеттен көзімді алып, маған кедергі келтірдің дегенде ашулы көзбен қараған кезімде не істерімді білмей кіреберісте тұрып қалып едің ғой. Саған не керек деп дөрекі сұраған едім. Сен жауап бермедің, жүгіріп келіп мойныма асылдың. Бетімнен сүйіп алдың. Сенің қолың мойнымды махаббатпен қысып құшақтап тұр еді. Алла тарапынан жүрегіне орналастырылған бұл махаббатты менің саған деген ұнамсыз қарым-қатынасым да жоя алмап еді. Одан кейін аяғынды баяу басып бөлмеден шығып кеттің. Міне осыдан кейін ұлым газет қолымнан түсіп, мені түсініксіз қорқыныш сезімі баурады. Менің дағдыларым мені қандай жағдайға түсірген, кінәлау, мініздеу әдетім сенің кішкентай бала екеніңді ұмыттырып жіберіпті. Сені жақсы көрмедім деп айта алмаймын. Басты проблема сенен өте көп нәрсе күтуім және өзімнің жасыма сай талаптар қоюым еді. Ал сенің бойында өте тамаша, керемет мінездерің көп. Кіп-кішкентай жүрегін мейірімге толы. Мұны мен ұйқыға кетер алдында мойныма асылып бетімнен сүйген кезде байқадым. Мен сенің төсегіне қараңғыда ешкімге көрінбей жасырын келдім. Алдына тізе бүгіп отырмын. Бұл менің айыбымды жуу әрекетім десе де болады. Бұның бәрі сен ояу кезде айтсам, бұларды түсіне алмайтыныңды білемін. Бірақ ертеңнен бастап мен нағыз әке боламын. Мен сенімен достасып бірге ойнаймын. Сен қайғырғанда бірге қайғырып, қуанғанда бірге қуанамын. Аузымнан сені кінәлайтын ұнамсыз сөз шығарда тілімді істесем де өзімді тоқтатамын. Әрқашан өзіме ант беру секілді, ол әлі кішкентай ғана бала ғой деген сөзді жиі қайталайтын боламын. Мен саған үлкен жігіт секілді қараппын, ал қазір саған қарасам сенің әлі кішкентай бала екеніңді байқадым. Кеше ғана ананың құшағында сәби едің ғой. Мен сенен көп нәрсе талап еткен екенмін.